менің сезімі жоқ екенін барлығы тоқтағанын сол кезде байқармыз. Егер сіз жобада қалып жатсаңыз. Ал оған дейін қазір Сұлтан Айза сіздерді ортаға шақырсақ. Бізде жұма күні Сұлтан мен Айзамен танысып көргім келеді деген еді. Эфир соңында Айза бұл ұсынысты қабыл алды. Одан кейін демалыс күндерінде кездесу болды ма? Я Диана ханым, содан кейін пятница, суббота и демалыс күндері жалпы бірге күнде кездесу болды. Өзіміздің компашкамыз бар, группа. Алмат, Айбат, Эдуарда. Баян, Ернұр өзіміз кездесіп күнде. Ернұр мен Баян демалыс кезінде сіздер кездесіпсіздер, иә? Күшті. Жоқ, енді біз доспыз ғой барлығымыз. Дос ретінде барлығымыз кездесу болды. Дос ретінде тек қана, иә. Және де барлығы күшті болды, фото, видео бар. О, көрейік. Және ол жерде бір тосын сый бар сияқты. Жүрегім ішімнен өртеніп күйіп барады, бар әлем қатқан мұздай еріп, сен сондай тәттісің. Жерге барыпсыздар ғой? Диана ханым, ол барлығы Сұлтанның еңбегі. Алдын ала дайындап, локация бір емес, 3-4 локация болды. Бізде тауға ана жаққа алып барып, мына жаққа ат дайындап, барлығы өте керемет деңгейде өтті. Ұнады ма? Қатты ұнады, Диана ханым. Рахмет сол үшін, Сұлтан. Керемет. Сұлтан, енді өзіңізді тыңдасақ. Оқашық, Диана ханым, өте керемет кездесулер болды, негізі. Таныстық сындаймыз, басқа қырынан танып жатырық. Қызда еркелей алады дегенде. Әрине. Өте мейірімді, жақсы қыз. Ұнап жатыр, Диана ханым. Ұнап жатыр? Иә, әрине. Диана ханым, негізінде сол кеше болды ғой, енді кездесу бізде. Сол кеше кездесу кезде менде еркелігім көп болды. Өте қатты еркелеп, до того еркеледім, то что ол деген сабырлы екен, өте сабырлы. Сабырлығына шегі жоқ. Мен мақтаймын ғой, не деген сабырлы адамсыз, көрі сіздің қасыңызда ұрсуға да ұяласың ғой деп, ренжуге де. Сіз деп айтасыз ба Сұлтанға? Иә. Сіз деп сөйлеймін, потому что сен деп маған кішкене ыңғайсыз болып көрінеді, бірақ енді сіз деп айтуға өзімді приучаю. Және де шынымен де енді отбасына үлкен алғысымды білдіремін, Диана ханым, потому что кеше біз деген фабричныйға барған болатынбыз. Фабричныйда енді атқа міну үшін фабричныйға бару керек болды. Ат сол жақта болды. Сол жақта деген ағайын, ағасы мен інісі да, племянник па, танысып. Туған ағаңызбен? Жоқ, ағайын. Ағайындармен. Туысқанымен танысып, сол жақта фабричный өзінің туып өскен поселкамды көрсетейін дегенде кішігірім бір экскурсия болды, иә. Және де кәдімгідей жақсы, прям кішігірім қала екен, барлығы бар, өте әдемі жер. Фабричный таниды екен, бізді барлығы үлкен сәлем жолдағым келеді, маған барлығы ұнады. Және отбасына не договорила, отбасына үлкен алғысымды білдіремін, потому что шынымен де қызды өте қатты сыйлай алады да. И жай ғана оған дейін қаншама таныстықтары болды ғой, жай ғана сөзбен сөйлейді деп айтылды қанша қыздардың тарапынан, бірақ сен шынымен де маған келгенде іс әрекетімен дәлелдеді, қызға сыйластығы, тәрбие, сабырлығы өте күшті керемет деңгейде просто. Мәссаған, қандай күшті. Қызға деген пейілі, көз қарасы, ухаживаниесі бәрі, внимание бөлгені барлығы күшті ғой Сұлтанның. Просто енді Сұлтан ініме айтқым келеді, бұл мен былай сырттан қарап көретін болсаң, бір іші пысқан жігіттің әрекеттерін жасайтын сияқты да. Біресе Айданамен танысып көргісі кеп, не қылып пейіл білдірді. Одан кейін Мөлдірге кішкене, Мөлдір енді отказ береді ау деді, сонымен Мөлдірге нақты бата алмады. Одан кейін енді кетті, Айзаға кеп, өткенде эфирде көріп қалдым, танысып көргім келеді, осылай деген сияқты. Енді мен былай деп айтамын, мен сені танып біліп қалған адам ғой, бірақ 100%-ға болмаса да, сенің отбасыңда, сен өзіңде, жалпы ұстанымыңда, енді Айза ренжіме, конечно, болған факт нәрсе ғой, ажырасқан бір баласы бар адамға сен бәрібір түбі үйленеді деген ой вәше. Енді ержігіт сомнение да бұл. Мынандай бар ғой, тілден зікір шығады, ойдан пікір шығады деп Сұлтанмахмұт Тораев ағамыз айтқан ғой. Иә, әрине, өте дұрыс айтып жатсың да. Мен енді ержігіт мына жақта отырған, танысты қалған, сразу мен сендердің барлықтарын айтамын да. Сендер как будто мына жерге отыра салып, бүгін танысып, ертең үйленіп кететін адам ұқсамай отырыңдар мына жақта. Барлықтарын әшейінде ержігіт аға, барлықтарын танысып көресіңдер. Менде де тура сондай. Мен танысып көрем, мен айтып жатқан жоқпын, болды. Бір айда мен жұп болам,
келесі айда мен үйленемін деп айтып жатқан жоқ, танысып көрейік ер жігіт ағам. Бірақ бұл сөздеріңізден мен жай ғана танысып көргім келеді деген нәрсе естіліп жатқан жоқ па? Жана ханым, мынандай нәрсе ғой, жай ғана танысып көремін деген нәрсе емес, танысып көру керек қой. Енді алдымен мен де отырып алып, жоқ, мынандай ғой, мен осындай нәрсе, мен жоба маусым бітем дегенше мен алам деп айтып қойып, потом вдруг енді кім біледі, Аллах ойлам ғой, ол нәрсе дұрыс па? Ондай нәрсе болмай қалса, мен аяқта екі сөйлейтін жігіт болып отырғым. Басқа нәрсеге жауап берудің қажеті жоқ деп ойлаймын да. Егер де алдыңда біліп тұрсаң, жоқ, маған болашақта ажырасқан, болмаса баласы бар адам керек емес деген нәрсесін нақты сен пейіліңде, неріңде, көкеңде тұрса, ол жерде сезімде, ол ұнатуда ештеңе болмайды бұл жерде, понимаешь? Сондықтан да жай ғана танысып көру деген нәрсе болмайды ол нәрсе. Егер мен ол жағын былайынан көрмейтін болсам, мен ол таныстықты бастамас едім. Бұл таныстыққа сенбеймін жалпы. Сенбейсіз. Дағдысы барады деген ойда Кімге сенбейсіз? Даже жұпта болмайтын шығар деп ойлаймын. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Ер жігітпен қосылам, Сұлтан айтып отырсың ғой, жай ғана танысып көремін, таныстық аланы ғой деп. Бірақ та сен өзің от души танысып жатсың ба? Бір как будто ыңғайсызданып ұялып жүріп танысып жүрген сияқтысың да, бір танысқың келмейтін адам құсап. Жоқ, білмеймін да, мен маңдайымда жазылып тұра ма осы нәрселер. Жоқ, көрініп тұрған жоқ па? Мен от души шықтым, от души от себя айттым, и мен жақсы танысып жатырмын, маған ұнап жатыр, Бекзат. Как будто сен айтасың, мен жанымда постоянно жүрген сияқты. Сенің орында Алмат жарайды сондай пікір айтса, мен түсінер едім да, постоянно жанымда жүретін ба. Сұлтан бір ғой, ондай өте ақ көңіл, кішіпейіл жігіт та. Мен негізі былай, енді білмеймін, бауырым ретінде мен Айзаға сені қимайтын едім да. Сен андай бір кәрізлікке жүгірген ақ төс секілдісің да, то ана қызға, то мына қызға жүгіресің да. Сен бауырым қараш, сен қандай жөнсіз болды, тоқтап, бастан бастабайтын әңгіме. Сен бірақ қандай бауырым, саған не бір тамаша қыздар келетін еді ғой, сәл күтсең, сәл шыдасаңшы. Мен Айзаны түсіріп атқан жоқпын, жаман не деп. Сіз түсіріп тастадыңыз. Жоқ, Айзаның бақыты өзі бар, бөлек. Қажет емес, сондай нәрсе мен аяқта отырып. Бірақ мен ойлаймын, Айза сен ұнатпайтын секілді. Жарайды. Сен жұқа тілмен әшейінде аяқта отырып алып, бір қазақтың қара сөздерімен майын тамыстырып әңгіме айтасың, ане Айзаға келгенде ондай әңгімен таусылып қалды ма не? Нормальный адам құсап жеткізе алмайсың ба не? Жоқ, білесің ғой сен Айзаның. Ол жерде Айза болмасын да, Айзаның жүрегі бос емес екенін білесің. Айза. Сен оның ішіне кіріп шықтың ба, Айбат? Жарайды, ал сіздің пайымдауыңызша Айза кәрі жілік болса, сіз қандай жіліксіз, Айбат? Сіз де ажырасқансыз. Мүмкін бұл жерде осы ортада өзіңізді ажыраспаған ер азамат сияқты ұстап жүрген шығарсыз, бірақ факт күйінде дәл Айза сияқты сіз де отбасылы болмасыз. Мен де кәрі жілікпін, Диана ханым, мен мойындаймын. Мен Айзаны түсірудің мақсатында айтқан жоқпын ол нені. Ол жай айтылған сөз да, сен әркімге деген сөз, өзінен үлкен адамдарға деген секілді. Мен не істейсің, мен не істейсің, мен басында айттым ғой, мен сондай, маған ұнайды, мен не істеймін. Бауырым, сен енді жас қыздарды күтсең болатын еді. Жас қыздарды күтсем, оның жанынан шықпай жатса, мен не істеймін, жанынан шықпайды. Негізі Диана ханым жаңа ер жігіт или сен айтты екен деп істеймін ба, Айбат? Аха, негізі мынау ер жігіт пен Айбат айтып жатыр ғой, Диана ханым, жаңағы келмейді, жараспайды деген сияқты. Брата, қанша дегенмен бар ғой, Диана ханым махаббат жасқа қарамайды да, мысалшы. Махаббат жасқа қарамайды да, негізі мен осы екеуіне сенем. Бірдеңе ертең болашақта шығатын сияқты. Өйткені мысалы Айзада мысалы өзінің бір образы қалыптасып қалды ғой, жаңағы бір ұрыса береді деген сияқты да, мүмкін Сұлтанмен таныстық жалғасқаннан кейін мүлдем басқа бір неге айналып кететін шығар, нәзіктік пайда болатын шығар. Негізі өйтіп қатты сөгудің қажет жоқ деп ойлаймын. Және де мысалы Сұлтан, саған сұрақ қойыншы, енді мен болған жоқпын да ол эфирда. Сол қай моментте сен ұнатып қалдың Айзаны, бір болады ғой бір ситуацияларда? Ұнатуды айтып келмейді ғой. Айтып келмейді, Айза, қайтесің жылап, мына кісілерге не стоит, именно сол кісінің айтқан сөзіне жылауға не стоит, мен саған айтайын бар ғой. Тем более мынандай нәрсе бар ғой, Қадыр Мырзали атамыз айтады ғой, жер бетінде түрлі адамдар бар дейді да, біреу су береді, біреу у береді дейді. Саған қарап, мен жылауым келіп кетті. Біреу су береді, біреу у береді дейді ғой. Ешкім сөзіне мән бермеші, Айза. Айтты ғой, Айбат, ештеңе шықпайды деген сияқты негізінде. Шынымен де өзім де айтам, әрдайымда сезім ешқашанда айтып келмейді. Қашан кімге ғашық болатынын сен білмейсің. Және де менің жүрегім бос, мен үшін жауап бердің керегі жоқ, Айбат. Диана ханым айтып өтейінші, негізінде жаңа ер жігіт енді өзінің пікірін айтып жатыр ғой. Ер жігіт енді сен сенбеймін деп жатсың да, алдағы нәрсені Алла ғана біледі, біз ештеңе білмейміз, не болатын. Главный талпынысы жақсы да. Және де енді ол саған бүкіл алдағы үйленгенге дейінгі жоспарын сызып көрсетіп бермейді ғой, дұрыс па? Жоқ, маған сызып көрсетіп бермей-ақ қойсын. Просто мен өз пікірімді, ой мнениемді айтып жатырмын. Жоқ, просто сен халыққа басқаша пікір тастап екеуі типа өтірік жүріп жүр, анау мынау Сұлтандікі жалған деген сияқты әңгіме. Отырып мен тек қана Сұлтан
сұлтан ғана емес басқаларға да айта аламын. Отырып ойбай маған ұнап қалыпты, бүйтіп қалыпты, танысып көрем дейді да, одан кейін не соңына дейін бір нәтижесіз аяқталып қала береді да осы ортада. Мен сондай болып қалмасын. Бәлкім нәтижелі аяқталып кететін шығар. Сондай іс-әрекеттеріңе сенбеймін деп айтып жатырмын, бар болғаны. Жоқ, сондай ғой. Сен сенбейтін шығарсың. Жалпы сосын Айбат қайтып кетейінші. Негізінде Айбат аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген бар. Сен сақ болшы, осы тіліңмен ерте кетіп қалып жүрме. Және де айтқым келетіні, қыз баласын түсіріп айтудың қажеті жоқ. Ондай нәрсемен сен өзің қандай нәрсеге лайықсың, қандай адамға лайықсың, соны ғана ойлап біреудің дәрежесін түсіріп, өзіңді мүлдем түсіріп алатсың. Жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма жоқ па, және Данияр мен Айдананың ара қатынасы. Қызық емес қой жүр, үйленуден басқа. Үндемей жүріп сырттан қаратып жүрсің бе? Қылықтарыңыз ұнайтмаған, күлгені улыбкасы ұнайтмаған. Күліңіз және. Үйлену керек қиялдап жүре бермей. Қанша жыл болды танимын ғой, қанша жылдан бері одинокий волк сияқты. Кәдімгідей тіл байланып қалды Диана ханым. Кәрі қасқыр жұбын таппай өте ме? Таразға кетіп тұруға қалай қарайсыз? Қосайық жобасы ортада Сұлтан және Айза, бірақ әңгіме қазір сіздер жайлы емес, өйткені жарнама барысында екі жігітіміз жағастасып қалған екен, Айбат және Алмат. Жігіттер, жанып тұрған үміттер. Диана ханым, әркім енді өзінің айтқан сөзіне өз жауап береді деп ойлаймын. Және де сөз еттен емес сүйектен өтіп кетті деймін. Айбат кәдімгідей ашуын білдіріп жатыр да маған. Қай сөзіңіз? Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген, енді ол сенің тұла бойыңда бар болса не деймін енді. Маған келіп рекламада олай әңгіме айтудың қажеті жоқ. Өзінің айтқан әрбір сөзіңе жауап бер. Базар жоқ, мен сенің жасыңды сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ әр сөйлеу сөзіңде бір қалай мән мағынасына ойланып барып айтқан дұрыс та. Маған айтады да келіп, Айзаны не үшін жақтап жатсың деп. Мен сонда адам сенен сұрап жақтаймын ба қалай? Или мен сен сияқты адам бөлмегеніме кінәлімін ба? Айбат мырза, ашуыңызға не түрткі болды? Агрессияға оншалықша беріле бермейтін едіңіз ғой. Жоқ, ондай түрткі болған жоқ. Біз көрдік қой, тіпті мен көрдім. Менде ғой. Менің өзім жеке неприязным бар Алматқа негізі. Ол алдынан бері мен оған ескертіп жатырмын. Мен саған, бауырым, абайла, мен жасым үлкен, елегімен бірақ абайлап сөйле маған қарап деп. Сыртта жүргенде енді мына жерде мен ел алдында бүйтіп ойнап Сіздікі әлім жеттік емес пе, Айбат? Жоқ, мен олай не істемеймін, кәдімгі күш қол жұмсамаймын, ештеңе істемеймін, просто мен оған сөйлесем тек қана. Айтамын, бауырым. Жарайды, Айзаны неге қорғайсың деп. Айза екеулеріңіздің араларыңыздан қандай қарамысығы жүгіріп кетті? Айбат, мен білмеймін ғой. Неге ма ренжіп жүрсің? Просто мен сіздің қылықтыңызбен өте жақын құрбы. Мен де Айзамен жақсы араласам, бірақ енді Айбат, шындыққа қарасам, енді мына бауырым енді жас енді. Жоқ, осы күнге дейін мен 2 эфир немесе 3 эфир байқадым, Айбат пен Айзаның арасында бәрі бұрынғыдай дұрыс емес. Негізінде не үшін деген сұрақ? Сол, менің пікірім оған ұнамайды, оның пікірі маған ұнамайды деген сияқты. Диана ханым, айтып өтейінші, маған нем бар деп жатыр ғой, кішігірім өкпе реніш, мен саған өкпе реніш қалдыратындай ештеңе істедім деп ойламаймын осы уақытқа дейін. Мен сенің айтқан каждый сөзіңді дұрыс жағынан қабылдаймын, дұрыс жағынан жауап беремін саған, Айбат. Мен сенің жасыңды сыйлаймын, сенікі дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде өзіңнен кіші ініңе менің саған деген өкпе ренішім. Менде саған ешқандай ыза ештеңе жоқ. Және де Айбат, сыртта бірге отырып тамақ ішеміз, ас ішеміз, сол кезде сөзіміз түзу болады да, именно эфирге келгенде сөзіміз өзгеріп не керек деймін да. Сен Айзамен сыртта да жақсы араласасың ғой. Именно мына жерге келгенде не ол ешін неприязан сенде. Менде маған деген ол қалай түсінбедім мен сені. Жоқ, неприязан осы 2-3 күнде пайда болды. Жоқ, сен сыртта айтсаң болады ғой маған. Бауырым, сен сөздерің ұнамайды, сен маған вообще жақындама, араласпай ақ қояйық деп. Болатындай не болды? Қазір естіп отырмын мен сол сөзді. Сен еркек болсаң, қазір андағында сөзін ел алдында айтпайтын. Мен сенімен негізі кейін сөйлесіп аламын ба дедім, кешке. Жоқ, Айбат, сен де мен де еркекпіз. Қара, сен де мен де еркекпіз, бірақ бұл короче аузын жап та, кейін сөйлесеміз давай. Диана ханым, негізінде кеше мен Айбатқа звондап айтқан болатынмын, Эдуард екеуің бізбен бірге тауға жүріңдер, бірге уақыт өткізейік деген сияқты кішігірім бір ниетім болды да, бір дос ретінде біздің неміз арамыз тартқан едім, бірақ бүгін неге сен қайта маған тиісіп отырған, мен мүлдем түсінбедім, Айбат. Ладно енді. Және де Диана ханым, оказывается, Сұлтанның бір ағасы ауырып жатыр, соған үлкен сәлем жолдайын дегенмін. Больницада күнде көреді екен бізді, үлкен сәлем жолдайым. Тезірек сауығып кетсін, Алла шипасын берсін деп айтқым келеді. Және де негативке жол бергім келмейді, Диана ханым, честно, потому что бүгін тоже эфирге дейін бір кішігірім қалай айтсам болады?
болды да момент, Аринаның тарапынан Ұлболсын ханым екеуі бір-бірі отырып алып, мені естіп тұрғанын көріп тұр да, и Арина айтады, Сұлтан Айзаға сөз салыпты ғой, нашы ол кімге сөз салыпты деп айтып жатыр да, и Ұлболсын ханым айтады, иә, пәк қыз қалайым деп болды, Айза қарап қапты ғой деп айтып отыр да, бір-бірімен. Сол кезде мен тұрмын да, естіп тұрмын барлығын, и мен екеуінің әңгімесін түсінбедім. Ол кісілер сізді көрмеді ме? Көріп тұр ғой, әрине, әдейі айтып тұр ғой, мен провокация шақырайын деп әдейі айтып тұрды да, и мен естіп тұрмын, енді мен реакция беру керекпін ғой. Кішкене түсінбей қалдым, неге олай деген сияқты. Сосын мен Аринаға айтып, Арина, сенге жайма, сен қызғанып тұрсың ба Сұлтанды, немесе маған бір жының келіп тұрма дегенде бір ой болды. Сол енді қазір сұрақ қойғым келіп тұр, неге олай Ұлболсын ханым? Ладно, Арина жас қыз, енді өзіне қарата алмағасын мүмкін, поздно очнулась қызғаныштан, енді сізге не жоқ деймін да. Ұлболсын ханым сөйлейсіз ба? Енді Айза, енді мынау тірліктеріңе ешкім сенбейді ғой. Эфир үшін жасап жатқандар айдан анық. Бағана гримеркада Айбатты жабысып құшақтап тұрсың. Айбатты? Ой, Айбат дептім ғой, кешірім сұрайын, кімді? Жаңа Айбат туралы болғаннан кейін Айбат ойымда тұр ғой. Сұлтан жабысып құшақтап тұрсың да, қарадың да, ал Сұлтанға қарасаң, бетіп тұр ғой. Жоқ, Диана ханым деймін да. Мен айттым, мына балаға не көрінді дедім ғой. Енді шынымен де саған енді... Біз сізге бір нәрсені дәлелдеу үшін жүрген жоқпыз, кешірім сұраймын, сіз жасыңыз сыйлайын да. Ренжімеңізші Ұлболсын ханым. Бірақ мына жасыңызға келіп құрсын, мына жеркеніш деген сөзін өзін айтуға намыстарынан едім, мен өз басым. Кешірім сұраймын, Ұлболсын ханым, үлкен кісісіз ғой, бірақ сіздей жаста отырған мен үйімде тәтелерім, апашкаларым бар ғой, ол кісілер аузына жеркеніш тұрмақ, басқасында айтпайды, негізді. Сол себепті маған дөрекі естіліп тұр, Ұлболсын ханым, кешірім сұраймын, бірақ сіздің көңіліңізден шығу үшін мен мына жақта жүрген жоқпын. Және де жабысып тұр дейтіндей емес, иә, көріскен кезде қазір оразай болғаным, бетінен сүйе алмайды екенсің, әйтеуір бүйтіп, привет, қалайсың деп жақындасқаным бар, болды үйтіп, прям мынандай шығаратын нәрсе емес. Ренжімеңіз тағы да Ұлболсын ханым. Арина, неге үйттіңіздер? Жоқ, Диана ханым, 2 күн мен келмедім ғой. Четверг, пятница күн сөз салыпты Сұлтан. И мен әңгімеден қасымызда жансая отыр, қыздар отыр. Сосын мен әңгімеден мен жазып отқан болатын. Но мен оны... Әңгімені жазып отырдыңыз ба? Жоқ, мен тілектермен жазып отырдым да, қасымда қыздар болғаннан кейін мен де әңгіме қосылып кеттім. Сөйтіп айттым, қызық болыпты ғой эфирлер. Ақтөренің сыртында қызы бар екен, Сұлтан Айзаға сөз салыпты екен дедім да, мен сөз салғанда мен таңғалып қалдым деген сөзім болады мен аузыма шығып, типа андай қылып үйтіп шығарудың қажет жоқ. Я, мен шынымен таңғалып қалдым, қалай саған Сұлтан қарап қалды. Мен қарады да деп ойламаймын, сені алады да деп ойламаймын. Просто для эфира іш пысқаннан кейін айтқан болады деп ойлаймын. Ата керек болатын болса, қандай қызды алады деп ойлайсың? Негізі Диана ханым, бір адам мен адам танысып жатқан кезде сезіледі ғой, бір кішкене болса да өздеріне приятно. Мен де бағана байқап қалдым, эфир басталмай жатыпты, екеуі бір-біріне жақындамайды вообще. Екеуі как будто анау басқа жерде, мынау басқа жерде, екеуі вообще как будто... Вы честно бар ғой? Странные. Просто эфирде для галочки, тоқтай тұр сөйлеп жатырмын ғой. Для галочки жүрген сияқтысыңдар да, үйтіп ойнатпақ қой. Диана ханым, мен түсінбеймін да, амандасып құшақтасаң, Ұлболсын ханым, ойбай, жабысып тұрсын дейсіңдер. Жақындамасаң, ойбай, жақындамадыңдар, дым жоқ дейсіңдер. Вам чего надо вообще от нас деймін да? Ладно, жне, Ұлболсын ханым жауап бермедіңіз ғой. Ладно, Арина, сізге не жоқ деймін да? Пәк қызды алам деді ғой, неге саған қарап қалды екен деп маған кәдімгідей маған тиісіп айттыңыз. Неге олай істедіңіз? Маған әлі қызық болып тұр. Ұлболсын ханым. Негізі шынайы ұнатып тұр, махаббат тұрмақ, шынайы әшін ұнатқанның өзінде де сыртынан көрініп тұрады. Қарайсың, сүйсініп, шынымен ұнатады екен деп. Но сендердікі өтірік екен, айдан анық қой. Бірақ бұл бізге ондай пікірде, ондай мағынада пікір айтуға жол құқық берілмейді ғой, қыздарға да тиісіп, сені құшақтағысы келмей жақындап жатыр деп. Ұлболсын ханым, мен Сұлтанмен толық қосыламын. Сіздің жасыңызға сай әңгіме емес, Нұрсұлтан. Диана ханымда мен Айзаны негізі білесіздер ғой басталғаны, бірақ мен Айзаның жақсы қасиеттерін айта кетейін. Диана ханымда Айза түрің ұнамай ма, прям бетіңе айтады да, түрің ұнамайды деп. Жамансың ба, жамансың деп айтады. Сөз жеріне сыйлауға болады. Мен тағы мына әдетім бар, Диана ханым, айтпаған едім. Бұл екеуі негізі, бұл танысудың алдында екеуі бет құбыр-жүбірлар бар еді. Мен екеуімен жақсы араласып алғам. Содан кейін мен айтпадым. Айзаға айтқыма, енді таныстық бастады, айтуға болады. Бұл екеуі әшейін спонтаннан бастаған таныстық емес бұл негізі. Басынан екеуі кәдімгі бірге жүріп,
әмпай жампай болып, қазір нормально таныстық үстінде жұп болып кетеді. Смело жұп болады, екеуінде өйткені бір-біріне сезім бар. Сұлтанды айта кетсем, Сұлтан өте керемет жігіт, ана мөлдір ауыз ашар істеді ғой. Жап-жас болса да Диана ханым өте күшті әңгімелер айтып отырды да біздің арамызда. Уағыз айтты ма сіздерге? Біз кәдімгідей бәріміз тыңдап отырдық. күшті. Керек емес, рубит ету керек емес. Айзаны жаман түсіріп жатсыздар. Сені құшақтауға не? Айза 20 жасар қыздардан қай жер кем ал? Қай жер кем? Артық болмаса қай жер кем? Әдемі. Мәссаған Нұрсұлтан жобадан шығып кетпей тұрған кезде Айзаны бір мақтап алайын дедіңіз бе? Диана ханым. Мен өзім жоғым Диана ханым. Өйткені енді Айза біреумен ісі болмай жатса біреуді жобадан шығарып жіберетін әдеті бар Айзаның. Иә, сол айтамын да Диана ханым, енді Аринаға айта салшы, алдында Айжан мен Нұрсып Айжан жобадан кетіп қалды, ерте сен кетіп қалып жүрмей құрсын. Мен былай айта кетейінші, алдынан бері неге біздің қатысушылар Сұлтанға сенбей жатыр, Айзаға сенбей жатыр? Өйткені алдында сіздің ағаңызға. Иә, менің ағама, иә. Алдында мен айттым ғой, мен Сұлтанға тікелей сұрақ қойдым сол кезде. Сен Айзаға деген көңілің бар ма деген кезде, колбаса тасып жүр Айза сен үшін деген кезде, неге сол кезде сол нәрсені сразу айтпадың? Я, менде шынайы көңіл бар деп. Қазір сен потом мен айтқаннан кейін ертесіне кеп таныстықты бастап көрейік деп атсың. Менің сөзімді неге бөліп атсың, мен түсінбедім. Бөлген жоқ. Сосын да енді айтайын. Айзадан мен өзім жеке сұраған тұғым. Айза, сенде Сұлтанға деген көңіл бар ма деп, менің Сұлтан ағама көңілің бар ма деген кезде, ол әшейін достықтан асқан бізде ешқандай нәрсе болуы мүмкін емес. Ол менің талаптарыма сай жігіт емес деп өзіңнің аузынан шыққан тұғын Айза. Енді мына жерде не отрицай? Сен өзің айтқансың оны. Және де сол үшін де қатысушылар сенбей отыр. Мен де былай айтқым келеді да, иә, Сұлтанның бір көңілі бар шығар, бірақ мен Айзаның махаббатына ертең ашылып кетеді дегенде мен сенбеймін. Біріншісінде мен махаббатым ашылып кетті деп айтқан жоқпын, бірақ ұшқын притяжение бар, ұнайды. Өйткені ер азамат өте тамаша. Егер де өзінің қалауы болса, мені өзіне қаратып ала алады. Просто саған внимание жетіспей, тоқтаңдаршы. Саған просто внимание жетіспегеннен кейін Сұлтан саған бүйтіп сөз айтты ғой, сол кезде өтірік майса салып, я дей салған сияқтысың. Маған солай көрінді. Өйткені сол кезде келген кезде өшеге жауап беру үшін келді ғой, сол кезде айтпайсың ба? Жоқ, достықтан артық бізде бірдеңе бар. Жігіттер, айта кетейінші, негізі бар ғой, енді жаңа кездесуден сурет видеоны көріп жатырмын. Негізі осыған дейін бұл екеуін елестетіп көрмеппін, бірақ ана сурет видеода өте әдемі болып тұрсыздар. Өте керемет кездесу, және де Айза бір ана жас қыздай шашып, бүйтіп жалбырап, Сұлтан такой нағыз ер азамат. Диана ханым, мен былай ойлаймын да, қазір даже Сұлтанның отырысынан сөйлеген сөзінен Сұлтан Айзаның қасында өзін еркек ретінде сезінеді. Барлық жауапкершілікті өзінің мойнына алып отыр. Ал Айза болса, Айзаның бір жақсы жері, мен айтайын былай. Мынандай мәселеде Айза хотя бы әрдайым өзіне мүмкіндік береді. Таныстық алаңда отырма, ұсыныс түсті ма, көрейін, ничего страшного, бір жерімді ешкім кесіп алмайды, ешкім кеп қоймайды. Сондықтан да Айза хотя бы өзіне мүмкіндік бергендіктен бір күні обязательно бір нәрсе болады. Және де енді Сұлтан мен Айза, пока не знаю енді, бірақ не болса да жақсылық тілеймін. Диана ханым, мен айта салайыншы, тағы да сөзім менде таусылмай қойды бүгінге. Жаңа Айданамен баяғыда танысып көрді ғой Сұлтан. Енді Айданамен негізі Айзаның вкустары бір дейді, бірақ та ақша жағынан келген кезде андайда Сұлтан негізі ақша жоқ деп тастап кетті ғой сен Айдана, дұрыс па? Ақша жоқ, маған ақша керек деген сияқты. И Айза да тоже, білмеймін, Айза саған негізі қаражат маңызды ғой. Ер азаматтың саған деген көп тапқаны маңызды. Сен ажырасқан, сен оны по-любому бірінші неге қоясың. Айдан, пожалуйста, Хадиша қарнасым, сен негізін аяқта қатты тіресіп жатсың бар ғой. Сен ана жақта, сен мен намысым түртіп кетіп жатсың да. Мәселен бәрі бұл жақта ақша үшін тоқтаған жоқ. Хадиша, до конца тыңдап ал. И Айдананың астын сызып кетуге тоже қажет емес, қазір оның жанында Данияр аға бар да. И мына жақта екі жақта ақша қарайды деп мен саған айта алмаймын. Ақша қарайтын болсаң, Айданаға Аллаға шүкір 1,5 миллион айына өз ақтабады. Ол кімнің ақшасына қарайды? Мына жақта тоже так же сондай сумма өз ақтабады. Ол не, мен ақшама қарап тұрған ешкім жоқ. Бұл жақта чисто Хадиша қарындасым ренжімеді. Көңіл, саған ертең көңіл бөлетін адам келеді, саған көңіл бөлінеді. Мен басында Аринаға келгенде де айтқам, қыздың көңілін табу үшін қалың қалтаң қажет жоқ. Жоқ, Диана ханым, бәріне жеткізуге да. И одан кейін сен неге тоқташы, одан кейін жаңа осының алдындағы сұрағына жауап берейін да. Жоқ, Хадиша, Айданамен таныстықты талқылап қажеті қанша, ол кісінің қазір өзінің жігіті жанында отыр. Мына жақта басқа қыз. Мән мағынасы жоқ деп ойлаймын. Шерхан, Жансая. Жалпы мен негізі Сұлтанның сезіміне сеніп отыр, мен ұнатып қалғандығына ше. Бірақ Айзаға сенбеймін. Айза, сен негізі Сұлтанды вообще ұнатпайсың, мойындашы. Шерхан, сіздер не талқылап жатырсыздар, ізбасар, хамо? Бейтіп ана Әселдің жанына жатып алып, ауыз ашар.
Әлі ерте ғой. Ой, Ізбасар мырза, бір комиксіз ғой. Шерханға айтқым келеді, енді жаңа айтты ғой, ұнатпайсың, енді таныстық 5 күні басталды ғой, қалай 1-2 күн ішінде. Сенің ойың басқа жігітте мойындайсың ба деймін? Мойындамаймын, потому что олай емес, Шерхан. Жоқ. Бетің бүлк етпей деген базар жоқ. Рахмет, Шерхан. Және Диана ханым Фараны шақырса бола ма? Фараны шақырса. Фара, 2 жүрек. Оған дейін пікір айтсақ болмай ма, Диана ханым? Болады. Бола ма? Айтыңызшы. Негізі былай қарап тұрсам, пока оңайдың Фарада кіріп қалды, бірақ мына жерде біраз қатысушылар енді анау шықпайды, мынау шықпайды деп айтып жатырмыз ғой. Енді ол нәрсені шығаруда бұл өздерінің екеуінің қолында деймін да. Осыларға на принцип істейді ма, или шынымен махаббатпен істей ма? Егер де шынымен екеуің бір-біріңді ұнатып, жақсы көріп жатсаңдар, давайте бірге болыңдар. А если болмайтын болса, оны да көрерміз енді. Мына уақытқа салып көрейік. Айза? Диана ханым, негізінде Сұлтанның апасы бар ғой. Апасы бар, қазір ораза кезі, кішкене наурыз болды деген сияқты, сол апасына ақылды қыздың қадамдары. Өзімнің атымнан әдейі демалыс күндері қолым бос болған кезде өзім шын ниетпен таңдадым. Сол үшін де апаңызға сәлемдеме ретінде мен атымнан деп апарып бересіз. Күшті? Ал не ішінде? Ішінде ашып көрсетсем болады? Можно көрейік? Қандай сыйлық әжесіне? Мүмкін болашақ келіннен? Вау! Мәссаған әдемі. Күшті. Әдемі. Апашка, дайындала беріңіз, мен барғанда маған ақ орамал жабасыз деп тұр ғой, Айза. Сұлтан, енді осы сәтті пайдалана отырып сізге бірден сұрақ. Үйдегілердің көзқарасы қандай болып жатыр? Керемет сұрақ, Диана ханым, негізі. Ол қалай болды? Жоқ, қалай болды оғанда. Мен өзім білмеймін деп жауап берсем. Әлі сөйлеспедіңіз бе? Жоқ, сөйлеспейін деп былай ғой. Негізінде мен әжем бар ғой. Әкемде бір нәрсе жақпайтын болса, олар звондайды сразу. Бірақ мен осы күндер аралығында, мен демалыс күндерде, фабричныйға бардым, но мен үйге кірген жоқпын да. Мен әлі ауылға барған жоқпын. Егер бір нәрсе жағымсыз, бір нәрсе болатын болса, олар маған звондап айтатын еді. Бірақ Диана ханым, нормально все. өзінің айтқаны бар, ауырып жатқан ағасын сәлем жолдаған айтқан, ұнайды дегенде енді кішігірім бір добросын бергендей қылды. Ағасы және қарайды екен, сол үшін енді кішігірім вроде бы как бы есть продвижение. Бір нәрсе айтсам, орынды бола ма, орынсыз бола ма, білмеймін. Біздің үйдегілер мынандай ғой, бөлініп алған ғой, жаңағы ағам Айза, оның тік мінезділігі ұнайды да, сол ағамаша. Бұл время мен Айданамен таныстықта жүрген кезде бәрі қарсы, оған қарындасыма ұнайтын ол қыз. Сондай да біз әйтеуір бәрі бір-біріне қарсы болып келе берсе, үйде бір адам ұнатса болды әйтеуір, келістіріп аламын өзім. Сол да жетеді дейсіз ғой, конечно. Диана ханым. Жандос. Негізі Сұлтаннан сұрайын деген, до этого сенде ажырасқан әйелдермен болып бет отношения? Таныстық болды. Сөйлестіңіз. Просто менде ана жылшы. Менде мынандай ғой. Просто менің өзімде болды да, онда неше опыт дейді ғой. И жоқ, одан кейін мен түсінгенім, негізі енді өзің үйленбеген жігітсің ғой. Негізі басқа бір қыз күткенің дұрысырақ еді. Жоқ, мынандай ғой, Диана ханым. Мен болғанша ше. Ол жағынан да енді наяқта енді мен білмеймін енді қазақтың жігіттері осындай кезде ғана жанашыр болып бола ма? Несіне? Жоқ, брат, просто мынандай ғой. Мен өзіме мынандай ғой, просто ертең үйленетін кезде сен по-любому алмайсың ғой. Сен алдыға қарай болжап еш нәрсені айтпай ақ қой, бауырым. Диана ханым. Мынандай ғой, просто мен өзіме күн іздеп отқан жоқпын, қол іздеп отқан жоқпын, жан-жар іздеп отырған адаммын, Диана ханым. Маған керек емес андай бүйтіп, мен айта салдым, бұл тыңдап жүрді, қайталай беріп шаршап кеттім бар ғой. Негізі маған керек ақыл ой өскен, ой өрісі дамыған, отырып спокойно адам сияқты ақылдаса алатындай адам да. Жоқ, просто бауырым өзі. Жоқ, Жандос, былай істесек болмай ма? Сіз алмай ақ қойыңыз, Айбат алмай ақ қойсын, Бекзат ала берсін, Сұлтан ала берсін. Неге барлығы сіздердің ғана ой пікірлеріңізбен, принциптеріңізбен өмір сүру керек? Менің ойымша, үйленбеген жігіт тұрмыста болған қызды алса, ол обал сияқты. Жоқ, қоғамда бар нәрсені біз неге бұл жерде ол дүние мүмкін емес сияқты талқылау керекпіз? Жоқ, просто енді өздерінше европейский өмір сүретін адамдар алса ала берсін да, бірақ... Ал біздің дінде ол жоқ па? Біздің дінде ол жоқ па, Жандос? Менің сұрағыма жауап беріңізші, біздің дінде ол жоқ па? Дінде? Біздің дінде жоқ па? Дінде ол енді бірінші қылып алу емес шығар, Диана ханым. Енді?
Жалпы ол рұқсат емес деп ешкім айтпаған ғой олды жоқ мені. енді оны тоқал қылып алатын болса ладно. Мәссаған. Жоқ, мында енді ажырасқан әйелдер да, или сен әкеп тұрсың онандай жесір әйел дегенге ше, тоқал қылып алу деген мәселе ода емес, бірақ дінде де жоқ ол нәрсе, шариғатта да жоқ нәрсе. Ұнатып тұрсың ба, не екендігідер Алланың Жоқ, алдында шариғатқа сөз келсек, болсын да. Диана ханым. Енді саған айтып жатыр ғой, иә сен дұрыс айтып жатсың, иә қимаймын деп жатсың, құрдас рахмет, не қылса да, деп қимай отырсаң да, бірақ болашақ Аллах өлім. Иә, бүйтейікші, мына жерде отқан ара қатынасымызды шариғат пен дінге тіремей ақ қойыңыздаршы, хорошо? Енді былай ғой, негізінде мен неге үйтіп айтып жатсыңдар, жаңағыдай мына жерде қыздар мен жігіттерге таңғаламын да, жаңа алмайсың ғой деп кесіп айтпаңдаршы, а вдруг алады. А вдруг алады, шынымен де жақсы көріп қалып алады. Не Айзаның бір жері кем ба или түсінбеймін да, неге Айзаны жамандай беретін. Базар жоқ, мына жерде бір пікірлері ауыр, ашты болып кететін шығар, но все-таки ол да бір қыз ғой дейтін, ол да бақытты болғысы келеді дегендей. Сондықтан кесіп айтпаңыздар. Мына жерде қоғамда да ол нәрсе болып жатыр. 2 баласы болсын, 3 баласы болсын, жаңағыдай сұр бойдақ үйленбеген жігітпен тұрмысқа құрып, сондай бақытты болып жатқан жандар да бар. Сол нәрсені жоққа шығармаңдар, сөйтіп айтпаңдар кесіп. Жоқ, Диана ханым, шариғат бойынша мен негізі кішкене білімім бар да, негізі пайғамбардың бірінші әйелі негізі сондай болған. Мен оны айтып отырмын, просто мен қазіргі айтып отқаным, просто біздің дәстүр кішкене бұзылып бара жатыр да, и қыздар қазір ажырасудан қорықпайды, ажырасам да кейін осындай бойдақ балдарға тиіп ала салам ғой дейді, смело ажыраса береді да, просто мен жеткізгім келіп жатқан сол да. Бірақ ешкім ажырасам деп ажыраспайды. Сен де білмейсің, ертең үйленіп сен маңдайына не жазылып тұрғанын сен де білмейсің. Бауырым, сол себепті пока сен өзің басынан еш нәрсе өтпеді ма, басынан өтіп жатқан адамдардың ішкі жан дүниесін білмейсің ба, қозғамай қойған жөн болады. Бұл кісі басында тұрмысқа шыққан кезде